Баршаңызға сәлем достар, Ассалем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді қамыры оңай дайындалатын пицца түрін әзірледім. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасында айранымызды аламыз. Айранға ас содасын қосамыз. Және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Айранға ас соданы қосқаннан кейін айран көлемін көбейтеді, яғни осындай көбіктенеді. Және сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып, бастапқыда осылай қасықтың көмегімен қамыр илейміз. Қасықпен илеп бастасаңыз, қамыр сондай жұмсақ болады, қыздар. Бірден қолмен илегеннен қарағанда, ал бізге қамырдың осындай жұмсақ болғаны қажет. Қасығымыз ауырлай бастаған кезде, сол кезде барып уже қолмен илесеңіз болады. Осындай жұмсақ қамыр илеп алдық, екі бөлікке бөліп, яғни екі пицца шығардық. Салафанға салып, 10 минуттай, 15 минуттай демалтырып қоямыз. Және біз соусын дайындаймыз, ол үшін бізге майонез және кетчуп қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Және осы кезде соусқа өз қалауыңызша сарымсақ қоссаңыз да болады, ұсақтап турап. Мен қоспадым. Және бетіне колбасамыз, сыр қажет, бәрін дайындап алдым. Және қызанағымыз қажет болады. Қамырды жайып аламыз. Диаметрі 32 сантиметрдай қылып, қатты жұқа немесе өте қалың қылмаймыз. Қамыр сондай жұмсақ, пицца дәмді болады, қыздар. Яғни ашытудың, көп күтудің қажеті жоқ қамырды. Мінекей жайып алдық. Пергамент төселген противеньға орналастырып алдым. Енді соусымызды жағып шығамыз. Мен балаларым сарымсақ жақсы көрмегендіктен қоспадым. Сіздер қалауыңызша қоссаңыздар, дәмді болады сарымсақпен де соус. Бір келгі етіп жағып шықтық. Соусты екіге бөліп аласыздар, екінші қамырға да қалдырып қоямыз. Және шұжықтарымызды орналастырып, қызанағымызды орналастырамыз. Шұжық пен қызанақты қалауыңызша көп сала берсеңіз де болады. Және бетіне сырды сеуіп шығамыз. Бұл кезде духовкамызды қыздырып қоямыз 180 градусқа. Жақсылап сырымызды сеуіп аламыз. Алдын ала 180 градус қызған пешке 20 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, пиццамыз дайын болды. Сондай дәмді, қамыры жұмсақ, жасап көруге кеңес беремін. Ашығанын күтпейсіз, мысалға құрамында жаңағы ашытқы жоқ деген сияқты. Өте дәмді пицца болды. Балаларыма қатты ұнады. Рецепті ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, және каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Қара қозым дәмін көріп жатыр. Ыстық қойды, не? Ақырын же асықпай. Жаным менің, жаным. Пицца любитель ғой. Қара қозы менің. Қайсы маған қара? Дәмді ма пицца? Ас болсын жаным.